Қайырлы күн, құрметті әріптестер, ұстаздар, сіздермен бірге Дара KZ. Бүгін сіздерге бір сайтты көрсеткелі отырмын. Бұл сайт арқылы түрлі тапсырмалар дайындауға болады. Алдымен каналға жазылып, басқа да видеоларды көріп, сабақтарыңызда міндетті түрде қолданып көріңіздер. Google іздеу жолағына blog.news.ru деп жазасыздар. Ең бірінші шыққан осы қызыл түсті сайттағы төменде генераторы деген батырманы басасыздар. Кірген кезде сіздерге осылай шығады. Міне мысалы, мұнда таблица Шульте, кроссворд, тез оқуға арналған сөздерді тапсырмасын жасауға болады. Математика пәніне арналған жұмыстар бар. Міне осылардың барлығын өзгертіп жасауларыңызға болады. Мысалы, сөздер мен суреттерді сәйкестендіруге болады. Таблица умножения барлығы мұнда бар. Енді сіздерге біреуін кіріп көрсетейін. Мысалы, осы сөзді тап деген ойынды алайын. Үстінен басамын. Осы жерге қазір кіріп, өздеріңіздің пәндеріңізге қатысты сөздеріңізді жазуларыңызға болады. Міне, мұнда поляның несі жаңағы размері 10 деп тұр, немесе 8 деп алсаңыз болады, 6 деп, 9 деп кез келген қылып аласыз. Менде 10 болып тұра берсін. Және вправо вниз, оң жақтан және төменнен сөздер көрсетілсін. Егер тек қана оң жақтан десеңіз, онда былай төменнен көрсететін сөздерді алып тастауға болады. Мұнда енді үтір арқылы өздеріңіздің сөздеріңізді жазып шығасыздар. Мысалы, үтір арқылы жазамыз: отбасы, адам, машина, тағы қандай сөздер бар? Су. Мысалы, егер сіздер химия пәнінен, физика пәнінен берсеңіздер, атом деп, молекула деп жазуларыңызға болады. Цинк, мырыш, соларды жазуға болады. Өз пәндеріңізге қарай жазып шығасыздар. Енді төменге түсіп, төменде сізге осы сөздерді табу керек деп көрсетіліп тұру қажет пе, қажет емес пе? Соны таңдайсыз, қажет емес болса, мынаны өшіріп тастайсыз. Мына батырманы басамыз. Бізде файл түрінде шығады, скачать дейді, я деген басамыз. Сонда бізге дайын жұмыс шығады. Міне. Атын жазуға болады. Іздейтін сөздер: машина, су, атом, отбасы, цинк, адам. Осы жерден осы парақшаны, документті оқушыларға распечат етіп беруіңізге болады. Міне төменде жауабы. Қай қатарда тұрғаны барлығы жазылып тұр. Осыны басып оқушыларға шығарып беруге болады. Әсіресе менің ойымша орыс тілі пәніне өте керек. Орыс тілі пәні басқа да пәндерге, қазақ тілі пәніне, мысалы, бізде орысша жазылып тұр, найди слова деп документте, сондықтан бізге келмейді қазақ тіліне өкінішке орай. Міне осылай математика пәнінен де қолдануға болады. Мүмкін әріптестердің арасында орыс мектебінде істейтін ұстаздар бар шығар. Орыс мектебінде істейтін ұстаздар болып жатса, міне өте керемет. Мына жерде де суретпен сөзді сәйкестендіруге арналған тапсырма. Бұл жерде де документ түрінде шығады. Оны сіздер распечат етіп алуға болады, немесе жүктеп алуларыңызға болады. Бірақ, құрметті әріптестер, өкінішке орай бір айта кететін жағдай, мұнда қазақ тілді әріптерді қабылдамайды. Сол үшін тек қана менің ойымша орыс тілі, математика, химия, физика сынды пәндерге қызықты болатын сияқты. Оның үстіне химия, физикадағы оқушылар мынандай суреттермен оларды қызықтыра алмайсың. Сондықтан бастауыш сыныптағы
мұғалімдерге пайдасы тиіп жатар. Назарларыңызға рахмет. Осы ұсынғалы отырған сайтым осындай. Қолданып жатсаңыздар, міндетті түрде комментарийға жазып кетіңіздер. Каналдағы басқа видеоларды көріп, өз сабақтарыңызда интернет ресурстарды пайдаланып көріңіздер. Сіздермен бірге болған Дара KZ. Барлықтарыңызға сәттілік.